Депутаттар онлайн оқытуды сынға алды. Қашықтықтан білім беру мен мектептерді цифрландыру саласында бөлінген қаражатты қайта қарастыру қажет дейді Сенат депутаттары. Ақ жол партиясының өкілі Дания Еспаева соңғы жылдары сала жұмысына қыруар қаражаттың бөлінгенін айтып, түпкілікті нәтиже көңіл көншітпейтінін алға тартты. Сол секілді депутат Шамиля Нұрымбетова да білім беру саласындағы жүйелерді тиімсіз деп атап өтті. Жаңа оқу жылы басталған уақыттан бері түрлі қиындықтарға тап болған көпбалалы ана бұл мәселелердің тым өзекті екендігін, сонымен қатар бала болашағына да өз әсерін тигізетіндігін айтып дабыл қағуда. Қазір кездегі онлайн оқу өте тиімсіз деп ойлаймын. Өйткені телевидениеда бір сабақты 5 минутта түсіндіріп ұғындырады. Ал енді мектепте 45 минут оқушылардың жаңағы сабақты бүкше-шүксесін дейін түсіндіретін. Енді заман талабына сай осыған осы мамандықтың адамдары болашақта біздің онлайн оқуды жетілдірсе деген ойым бар. Айта кетсек, жаңа оқу жылы басталғалы бері қарай оқушылар түрлі қиындықтарға тап болды. Оның бірі қазақстандық мектеп оқушылары бейнеті видеолар көрді деген ақпарат тараған болатын. Бұған себеп қашықтан білім беру саласының жүйесіздігі себеп болды дейді кейбір саласындағы сарапшылар. Ақтолқын Тұрлығазы, Сұлтанқұлов Ерсұлтан, арнайы мультимедиалық журналистика сабағы үшін.